Ертеде бұрынғы өткен заманда бір шал мен кемпір болыпты. Шал мен кемпір ауылда өмір сүріпті. Шал тұзақ қойып аң аулап, кемпір үй шаруасымен айналысып күнін көреді екен. Бір күні шал келіп тұзағына қараса, тұзағына бір қаз түсіп қалыпты. Шал келіп қазды тұзақтан босатып алады. Қаз шалға үн қатады. Сен мені босат, бір жылдан кейін келіп, менен қалағаныңды ал. Жарайды, сені өлтіргеннен ешқандай пайда жоқ. Бара ғой. Үйіне келіп қиған айтса, кемпірі шалға ренжіп ұрысқан екен. Шал сабыр сақтап күтейік деп сөзін тыңдамай жүре береді. Солай арада бір жыл өтеді. Шал қазға бармақшы болып қаздың үйіне қарай жолға шығады. Жолда келе жатса көптеген түйелер жайылып жүр екен. Бұл кімнің түйесі? Қазыбайдың түйесі. Солай тағы бір жерге келсе, көп қой жайылып жүр екен. Ол қойшыға: Шырағым, Қазыбайдың бұдан басқа несі бар? Оның 3 жақсы заты бар. Біреуі қазан. Піс қазаным десе, әр түрлі тамақ піседі. Тағы біреуі есек. Құс есегім. Құс десе, алтын құсады. Енді біреуі тоқпақ. Тұр тоқпағым. Ұр десе, адамдарды ұра береді. Бір кезде шал қаздан тұратын үйіне жетеді. Қазыбай оны күтіп алады. Қаз расымен де өте қуатты өмір сүреді екен. Шал Қазыбайдан піс қазанын сұрайды. Қазыбай оған уәде еткендей сұраған затын береді. Шал қазанды алып үйіне келе жатса, бір жерде асық ойнап жүрген балалар кездеседі. Ата, егер сіз шаршасаңыз, үйге барып демалыңыз. Шырағым, піс қазаным піс демеңдер. Шал кіріп кеткеннен соң ойын балалар қызық көріп, піс қазаным деп қалғаны сол екен, әр түрлі тамақ пісе қалады. Балалар қатты қуанып, қазанды айырбастап алып қояды. Шал қазанды үйіне алып барып, піс қазаным десе, еш нәрсе шықпайды. Кемпірі ренжиді. Шал қазанын көтеріп, Қазбайға келеді. Қазыбай қазанды алып, піс қазаным десе, еш нәрсе шықпайды. Енді есекті беріп жібереді. Шал есекті алып, үйіне қайтады. Жолда келе жатса, әлгі балалар тағы да кездеседі. Ата, қарныңыз ашса, асқа түсіңіз. Шырағым, құс есегім, құс деп айтпаңдар. Шал үйге кіріп кеткен соң, балалар құс есегім, құс десе, есек алтын құсады. Балалар есекті де айырбастап, орнына басқа есек қояды. Шал есекті алып, үйіне келеді. Кемпіріне мақтанып, бұл есек алтын құсатын дейді. Кемпір қуанып есекке: құс есегім құс десе, еш нәрсе құспайды. Шал есекті алып, Қазыбайға қайтадан келеді. Есектен еш нәрсе түспейді деп түсіндіреді. Қазыбай есекті алып, бір құллықты сезіп, шалға ұр тоқпақты береді. Шал ұр тоқпақты алып келе жатса, жаңағы жерде тағы да балалар асық ойнап жатыр екен. Ата, шөл десеңіз су ішіңіз. Балалар, ұр тоқпағым, ұр деген сөзді айтпаңдар. Шал үйге кіріп кеткен соң балалар: ұр тоқпағым, ұр дегені сол екен. Тоқпақ балдарды ұрып, оларды қуа жөнеледі. Балалар тоқпаққа жалынады. Ойбай, піс қазаныңды, құс есегіңді берейін, ұрмашы дейді. Кешіріңіз ата, біз қателестік. Жарайды балалар, енді олай істемеңдер. Шал заттарын алып, қуанып үйіне келеді. Сөйтіп, мұрат мақсатына жетеді. Шал мен кемпір тоқшылықта бақытты өмір сүріпті.